Сәлеметсіз бе? Назарыңызға жеке тұлғалардың көлік салығын төлеу қызметі бойынша бейненұсқаулықты ұсынамыз. Егер сіз жеке тұлға болсаңыз, бұл бейнематериалдың көмегімен Қазақстан Республикасының электронды үкімет порталы арқылы көлік салығын төлеуді үйрене аласыз. Бірінші кезекте сізге портал жүйесіне кіру қажет. Өзіңіздің тіркелу кезінде енгізген жеке сәйкестендіру нөміріңізбен құпия сөзіңіз немесе электронды сандық қолтаңбаңыз арқылы жүйеге қосыла аласыз. Сіз жеке тұлғаның көлігі үшін салық төлеу парақшасындасыз. Онлайн төлеу деген сарғылт белгіні басыңыз. Қажетті жиектегі тізімнің қатарынан өзіңіздің көлігіңіздің түрін таңдаңыз. Жеңіл көлік, жүк көлігі, арнайы көлік немесе автобустар. Осыдан кейін көліктің ВИН коды енгізілуі қажет. Жаңа жиек пайда болады. Келесі жиекте көлігіңіз тіркелген салық органын көрсетіңіз. Ол үшін таңдау сілтемесін қолдана аласыз. Таңдау сілтемесі сізге салық органдарын көрсетеді. Сіз сол тізімнен өзіңізге қажетті салық органын таңдай аласыз. Одан әрі салық кезеңін көрсетіңіз. Соңғы жиекте салықтың теңгемен өлшенген сомасын көрсетіңіз. Мәлім соманың есептелуі үшін сіз жиекке жақын орналасқан салық есебі сілтемесін қолдана аласыз. Сілтеме сізді Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің салық комитетінің парақшасына ауыстырады. Барлық жиектерді міндетті түрде толтыру қажет екендігіне назар аударыңыз. Жиектерді толтырғаннан кейін сіз сұранымды жіберу белгісін баса аласыз. Одан кейін электронды үкіметтің төлем шлюзі парақшасына ауысасыз. Аталмыш парақшадан төлем тәсілін таңдайсыз. Сізге төлем картасы немесе сұраным шоты бойынша төленетін екі төлем түрі ұсынылады. Төлем картасы тәсілін таңдаған жағдайда келесі парақшадағы мәліметтерді тексеріп, одан әрі белгісін басыңыз. Жұлдызшамен белгіленген жиекті толтырыңыз. Төлеу түймесін таңдаңыз. Енді жеке кабинеттегі қызметтерді төлеу тарихы бөліміндегі электронды чек сіз үшін қолжетімді. Қажет болған жағдайда салықты төлегеніңізді дәлелдеу үшін басылып шығарылған чекті салық комитетіне ұсына аласыз. Назарыңызға рахмет. Электронды үкімет порталының қызметтерін пайдаланасыз деген үміттеміз. Портал жұмысына қатысты кез келген сұрақтар бойынша бізбен әлеуметтік желілер арқылы байланысқа шыға аласыз. Немесе бірыңғай байланыс орталығына 1414 және 8800 080 77 77 нөмірлеріне қоңырау шалуыңызға болады. Қоңырау шалу Қазақстан бойынша тегін.